Сәлем достар, бүгін сіздермен мен дәрігер Сманвол Жолас Тұрымбайқызы баршаңызды бүгінгі өзімнің видеомда көрген өте қатты қуаныштымын. Бүгін сіздермен жалпы бауырдың қызметі жайлы сөйлесетін боламыз. Бауырымыз ол бізде қандай орган, ол қандай қызметтер атқарады және ол біздің қай жерімізде орналасқан. Достар, бауыр адамның ағзасындағы ең үлкен ағзалардың бірі болып табылады. Және де ол біздің оң жақ қабырғамыздың астында орналасқан әрі ең жуас ағзалардың бірі болып табылады. Ағзамыздағы 75% детокс процесін осы біздің бауырымыз жасайды. Ойлай беріңіздер, ағзадағы 100% детокс процесі жүріп жатыр дейтін болсақ, соның 75%-ын біздің бауырымыз жасап қояды екен. Егер сіздердің бауырларыңыздың қызметі бұзылатын болса, бұл жерде ағзамызда детокс процесі де ақсайды деген сөз. Соның себебінен бізде үнемі шаршағыштық, әлсіздік, бастың ауруы және де басқа да органдарымыздың қызметін нашарлауына тікелей септігін жасайды. Одан бөлек біздің бауырымыздың қызметін нашарлайтын болса, өттің өндірілуде бұл жерде ақсап отырады екен. Өттің өндірілуі нашарлайтын болса, біздің ішегіміздің қызметі, астың дұрыс қорытылуы және де бойымыздағы бүкіл зат алмасу процесінің ақсауына дейін алып келеді. Қараңыздар, өзі жуас болса да қызметі өте орасан зор. Әлбетте бауырдың басқа да қызметтері бар, секрециялық ас қорыту процесіне қатысатын. Бұл жерде ең маңызды тоқталатын жағдай детокс процесіне бүгін тоқталамыз. Жалпы бізде бірнеше фазадан тұрады детокс процесі. Соның бірінші және екінші фазасы біздің бауырымызда жүреді екен. Үшінші мен төртінші фаза ол біздің басқа органдарымызда. Детокс процесіне қатысатын органдарымыз тері, ішек, бүйрек сынды осы ағзаларымыз қатысады екен. Жалпы токсиндердің бір бөлігі синтезделіп отырып өт қышқылына айналады, ал бір бөлігі біздің детокс процесіне қатысатын ағзалар арқылы сыртқа шығарылып отырады екен. Бұл жерде біздің бауырымыздың қызметі біздің қан тамырымызда, қанымыздың ағуына да тікелей септігін жасайды. Ойлай беріңіздер, бойларыңызда детокс процесс бұзылатын болса, біздің бойымызда токсиндер шектен тыс жоғарылап отырып, бойымызда канцерогенез жоғарылап, түрлі рак ауруларына дейін ушығуымыз мүмкін. Немесе жиі жағдайда біз тері ауруларына тез шалдығып жатамыз. Теріміздің қатты қышынуы, бетіміздегі түсінбейтін бір дақтардың шығуы, бізде ойлаймыз денемізде кәрілік пигментация деп қолдарымызда, беттерімізде жоқ достар. Бұл тікелей сіздердің бауырларыңыздың қызметіне байланысты. Және де сіздердің денелеріңізде жұлдызша тәрізді түрлі қалдардың пайда болу, бұл да сіздердің бауырларыңыздың қызметінің бұзылғандығы негізгі көрінісі. Және де бұл жерде айтып кететін маңызды жағдайлардың бірі сіздердің бойларыңыздағы шектен тыс бұл жерде қалдардың көбейіп кетуі. Бұл да бойларыңыздағы зат алмасу процесінің токсиндердің шектен тыс артып кетуінің себебінен болады екен. Достар, терілеріңіздің сұлу болған қалайтын болсаңыздар, міндетті түрде өздеріңіздің бауырларыңыздың қызметіне назар аударыңыздар. Және де біздің бойымызда жиі жағдайда темір тапшылықты анемия көрініп жатады. Бұл да тікелей сіздердің бауырларыңыздың қызметіне байланысты. Себебі бауыр бізде темірдің негізгі қоры болып табылады. Және де D витаминінің қоры болып табылады. Егер бауырдың қызметі нашарлады ма, ойлай беріңіздер, сіздерде міндетті түрде темірдің де қоры аз, және де бұл жерде D витаминді қоры аз деген сөз. Егер темірдің қоры аз ба, міндетті түрде бізде не болады екен? Бойымызда темір тапшылықты анемияның дамуына үлкен қауіп төнеді екен. Біз үнемі бауырымызға көмек беру керекпіз. Ал енді бауырдың жұмысын біз қалай жақсарта аламыз? Әлбетте бұл жерде сіз өзіңіздің рационыңызға көңіл аудару арқылы. Қандай тамақ жейсіз? Қалай жейсіз? Қалай шайнап жейсіз?
теледидардың алдында жейсіз ба, немесе телефон ұстап отырып жейсіз ба? Осылардың барлығы өте маңызды. Барынша ешқандай смартфон көрместен, теледидар көрместен фокусыңызды асыңызға қойыңыз. Және де ұйқыңызды реттеңіз. Түнде нешеде ұйықтайсыз? Анализ жасаңыздар, достар. Және де қандай косметика қолданасыздар? Сіз қандай түс көрдіңіз, қандай ас жедіңіз, қандай косметика қолдандыңыз? Барлығы біздің бауырымыз арқылы не істейді? Фильтрден өтеді. Сіз не істесеңіз де бірінші кезекте бауырыңыздың жұмысын, бауырыңыздың саулығын рискке қоятын боласыз. Ал сізге, достар, бауырыңыздың қызметі маңызды ма? Төменде пікірге бөлісе кетіңіз.